Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге осындай жұмсақ болып пісетін үлпілдек панкейки дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және де каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған жарты литр айранға 1 шай қасық ас содасын салып, 10-15 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Құрғақ таза ыдысқа 2 жұмыртқаны шағып, 4 немесе 6 ас қасық қант салып миксермен жақсылап араластырамыз. Қантты міндетті түрде 4 немесе 6 ас қасық аралығында салу керек. Одан аз немесе көп салуға болмайды. Қант пен жұмыртқа осындай аппақ көпіршікке айналған соң, жаңағы ас содасы салынған айранның үстіне құямыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің айранымыз ас содасының әсерінен көлемін ұлғайтқан. Сұйық массамызды жақсылап араластырып, үстіне 280 грамм ұнды електен өткізе отыра бірнеше бөліктерге бөліп салып, венчик немесе шанышқының көмегімен қамырда ұнның түйіршіктері қалмағанша біркелкі етіп араластырып шығамыз. Содан соң үстіне 30 грамм өсімдік майын құйып, тағы да аздап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дайын. Қамыр міндетті түрде осындай қоюлықта болып шығуы керек. Табаны отқа қойып, аздап қыздырып, құрғақ табаға осылай 1 ас қасық қамырды саламыз. Табаның асты орташа градуста болуы керек. Тым аз немесе тым көп градусқа қоймаңыздар. Панкейктің сыртында осылай көпіршіктер жарыла бастаған соң, оны келесі бетіне аударамыз. Осылайша панкейк көтеріліп, асты сарғайғанға дейін күтеміз. Піскен панкейктарды табадан алып, құрғақ қағаз майлықтардың үстіне қоямыз. Және де видеода панкейктардың арасына шоколад қойып пісірудің әдісін де көрсетіп өттім. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, панкейктар өте жұмсақ, үлпілдек, әрі дәмді болып піседі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі кездескенше.